жазуымыз керек? Жақсы. Не істеуіміз керек бұл сабақта? Шуланмау керексіз. Жақсы. Тағы ажырату екен және сауатты көркем жазу екен. Тамаша. Енді балалар нәтижені жұрнағы жалғанғанда ойла деген туынды етістік пайда болады. Мынау шеге. Оған бер жұрнағын жалғасақ, шегелі деген туынды етістік жасауға болады. Сондай-ақ биле, арқа, арқала, арман, арманда, баға, бағала деген туынды етістіктерге айналады. Пеке, қандай туынды етістік құрастырғансың? Аяқта, тамақтанайық. Ақылыңнан сені, қарның ашты ма? Жүр намыс. Айталайық. Негізгі және туынды етістіктер. Етістік негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған етістіктерді негізгі етістіктер дейміз. Мысалы, аш, ал, бер, отыр, қара. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған етістіктер туынды етістіктер деп аталады. Мысалы, шегеле, биле, арқала, арманда, бағала. Жақсы балалар. Кеудеміз көтереміз, кәні аяқ қолымызды жинаймыз. Енді жәртінен келетін балалар, етістіктер жазайықшы. Қандай етістіктер бар жәртінен келетін? Етістік. Мен не істедім? Жүрді. Дұрыс айтасыңдар. Жүзді. Жүрді. Жүзді. Жазды. Жүгірді. Ал жазамыз. Кеудемізді көтереміз алдыға. Бақала. Байла, юла. Дұрыс па? Суреттер. Жақсы балалар.
па? Жақсы. Шапалақ ұрып қойшы балам. Тақтаға жазамыз. Тақтаға жазамыз. Екіншісін қандай сөйлем? Мен, анаммен ақылдасын жарайды, мұслим бітсін. Қалғанымыз дәптерге жаза береміз балалар сөйлемді. Сендер қандай сөйлем? Дауысын шығарып отыршы. Әжем киізді Әжем киізді әдемі оюлады. әдемі оюлады дейді. Жақсы. Сен үйге асық. Жақсы, қатесіз жаздық. Қалғандарымыз әдемілеп жазамыз. Қатесіз кеудемізді көтереміз ғана. Айым отыр. Тақтадағы көшіреміз, сөйлемді айым. Тақтадағы сөйлемді көшіреміз. Кеудемізді көтереміз. Қатесіз кеудемді жұмыштықтан кім шығарды? Қаншасына? Белгіліз түбір. Аға, иә. Да, не болады? Жұрнақ бұл? Жалғау. Шатастырмаймыз. Жалғауды ішіне жазамыз. Енді екінші бағандағы бірінші сөзді қараймыз. Көз деді. Түбірі? Көз. Дейін не болады? Шатастырмаймыз. Жұрнақ қалай бермейміз? Бірек не болады? Жалқа. Енді бірінші бағандағы барды деген сөзіміз қай түр болады? Қандай етістік болады? Қандай етістік болады? Қандай етістік болады балалар? Да, дара етістік. Ал мынау үшін көздеді деген. Бүгін өтіп жатқан туынды етістік. Екінші сөз. Түбірі қай сөз? Қай сөз болмыш бұл? Ойланды. Түбірі қай сөз? Ой. Ой емес түбір. Ой. Лай не болады? Жұрнақ дұрыс. Д не болады? Жалғау. Ойлады деген сөз етістіктің қай түрі? Туынды етістік. Отыра ғой. Үшінші топтан кел.
Oku. Kep. Kep. Qaysi ishlar? Negizgi yetishdi, chapsi negizgi. Ясиш? Ал, қайтыс. О, қадым. Қайтқан, негізгі етісті. Бек шыққан жоқсың, бек. Бірінші қатарда. Қаншыш қатар, қолы. Қойсам. Ол қатына сөзі. Қолда. Қайетістікті қаншына білеміз? Негізгі ма, туынды ма? Туынды, етістік келеміз. Келесі. Кел аял. Және Мұрат, соңғысына Мұрат шықсын. Мұрат шыққан жоқ болмақтаға, я? Көзде дейді. Қайтыске жатсамыз. Туынды, етістікке. Кел аға Мұрат соңғы сөз. Телефондарын ешіп сақтауына береміз, олар. Соңғысы нетші? Соңғы аламыз? Соңғы аламыз. О қатына сөзді. Майла, қай етістік ағашына ілеміз? Туынды етістік ағашына ілеміз. Шамаша. Енді балалар, кім айтады маған? Негізгі